Давайте көрейік қазір. Мен бір варианттар жібердім бағана. Не дейді бізге? Әйгерім ханым айтады, мынадай баннер жасап жатыр едім, түстерінің үйлесімін жасай алмай жатырмын дейді. Міне цветовая гамма сәйкес келмей тұр, ұнамай кетті өзіме дейді. Жіберген баннері міне. Қазір қараймыз. Мен жіберген варианттар. Так, бір 10-15 минут. Обзор, разбор. Біраз нәрсе жасап тастапты да. Так, енді қараңыздар, бізді қызықтырып тұрған міне. Енді біз бірінші, мен Pinterestқа кіремін да. Көк түстерге қатысты баннерларды қарап шығамын. Қандай баннерлар бар? Міне бағана осы көк түсті қарағанмын. Міне мына жердегі түстердің үйлесімін қазір пайдаланамын. Сақтаймыз. Тағы қандай көк түстер бар? Мына көк түс бар. Ақ пен көк жақсы кетеді негізі. Так, мынадай бар екен. Так, вот осы жерден қарайшы, маған не түсініп жатыр. Мен де өзіме ұнаған нелерді сразу сақтап кетемін. Промптта қалай берсін. Өзіме ұнап тұрған баннерлар бар ғой, міндетті түрде сақтаймын. Өйткені кейін не болып тұрады? Идея іздеген кезде өзі сондай көп болып шығып тұрады. Мынау да жақсы түстер кетіп жатыр. Мен аша салайық қазір. Бізге көк түс керек қой, көк түсті пайдаланамыз. Пилосос деді, маркер деді. Екі вариантпен қазір мен өзгертіп көремін. Міне бірінші вариантымыз біздің. Так, міне екінші вариантымыз біздің. И тағы бір біздің вариантымыз бар. Ол мен қазір WhatsApp-қа жібердім. Цветовая гамма сол. Мәселе. Енді қараңыздар. Мынау әр бір түсте ғана болып қойған. Соны қазір мен мынадай артқы фонға ауыстырамын. Аламыз. Чтоб Әйгерім ханымның жасап отқан жұмысын мен өзгертпес үшін. Енді қараңыздар. Мына жерде мынау шетке шығып қалған. Реклама жүрген кезде ол көрінбейді. Рекламаның мынадай размерлері бар. Міне қараңыздар. Мынаны қазір көрсетемін. Копировать етіп алып қояйық. Figma пост деген нәрсе бар. Иә, міне мына размер. Енді қараңыздар. Мына зонадағы текстілер көрінбейді. Міне. Мына жердегілер көрінбейді. Енді қараңыз. Мына жердегілер көрінбейді. Примерно мына тұс рекламада көрінбейді. Осы қызыл рамканың ішіне жасап бәрін сол жерге сыйдырту керек. Түсіндіңіз ба? Так, вот. Даже бірде-бір деген мынау бірде-бір. Бұл интересныйға шыққан кезде пост бірде-бір ғана көрінеді. Ол вообще мынау желательно ең маңызды элементтер осының ішінде тұрғаны жөн. Так, енді қараңыз. Мына жердегі заказать на WhatsApp-та төмен түсірсек болады.
бірақ мынау артындағы көлеңкені пока өшіре тұрамыз. Без уколов на жазу өте үлкен. Так, еще арасы өте жақын. Арасы өте қалай қашық. Так, Астана үлкен. Вообще, так, мына текстіне қалай қылдық? 40. Астана Алматы 40 болсын. Міне. Лампамызды үлкейтейік. Пока осылай қала тұрсын. Неге лампа сізде екі текст? Міне, біреуін өшіреміз лампа. Типа 3-ді қылдыңыз да. Так, понятно. Мынау 40. Енді мен бағана мынаны айтқанмын сізге. Мынау арттағы ректанжел, мына жерде запас орын болу керек. Яғни, мына жерде кругыңыз қатты болып кетті. Немесе осылай, немесе вообще мынадай круглый болу керек. Так, мынау да кішкене мынадай запас орын болу керек. Мына екі жағы тең болу керек. Так, от желтушки. Мына жерде мына көлеңкенің кесірінен мына жазуымыз көрінбей қалды. Сондықтан арасын ашамыз былай. И мына артындағы ректанжелымызды кішкене созамыз. Мынаны неге бүйтіп бөлдіңіз? Ладно, давайте. Без уколов, лампа, Астана, от желтушки. Вообще-то мына жерді өзгерту керек екен. Мынау да ректанжел, мынау да ректанжел, мынау да ректанжел, бәрі. Мынау иконкаларыңыз онша емес. Сосын ректанжелыңыз мыналарды иконка қойғаннан кейін кішкене былай жылжыту керек. Қазір айтамын. Артық фонымыз не болады? Canvaға барамыз. Любой бір файлды аша саласыз. Желательно размер үлкенірек болған жақсы. Осы жерге просто файл скачать етемін қазір. Загрузка. Жаңағы көп картинканы аламын. Осыдан да қазір көшіруді көрсетемін. Так, міне. Созайын. Және де мына жерде private деген бар. Осы жерде мынадай выбрать волшебный выбор деген бар міне. Осы жерде мен қазір бүйтемін. Мына артық элементтерді өшіріп тастаймын. Так, салфетка деген жазу. Енді міне салфетка. Так, міне. Осымен қазір өшіріп көрейін. Передний план деген не екен? Киістпен көрейік. Әр кезде әртүрлі реагировать етеді, сондықтан просто әртүрлі нәрселер жасап көресіз. Кейде әдемі шығады, кейде жаман болып шығады.
болды. Так, енді мынаны көшіремін да, қайтадан фон жасап бер деп айтамын қазір. Қайтадан ChatGPT-ға барамын. Осы фонды 1960 жылда жасап бер. Лампа баннердік. Мынадайда главный лампа деген жазылды, бірақ мынандай основной текстлар кішкентай болып бір әдемі үйлесіп тұрады ше. Сондай болу керек қой. Так, мына текстін да мынадай қылып қалдыра беріңіз. Мынау деген бізде не ғой? Как это? Скрытаск. Мне кажется, түсін көк қылудың қажеті жоқ. Кәдімгі қара текст болсын. Заказать, я на дроп-шоу керек емес пока. Но артында дұрыс сізде дроп-шоу. Я, осылай жақсы. Үстіне текстлардың нелерін қатты үлкейтіп қажеті жоқ. Ортасына тұрайын. Ортасына қоясыз. Так. Мынаның да артына. Негені артына көлеңке қоя бергенсіз? Не үшін болып тұр? Так, вот это суреттерді ауыстырасыз, я. Енді қараңыз, мына жерде этот артындағы ақ, мне кажется, керек емес. Ақ керек емес. Осымен отшел тушки для новорожденных дегенде ақпен жазайық. Ақпен жазайық. Мынаны ақпен жазып, просто строка жібере салыңыз, синий. Жаңағы түсіңіз қандай парламент. Строка толщина 2. Синий түс қандай түс парламент. Так, полный кетіп қалады екен, сондықтан можем екіге бөліп. Точки. Не, мынада строка жоқ. Мынада бізде строка бар. Отшел тушки для новорожденных. Мынау пока тұра берсін. Қазір артық фон. Мынаның арты мне нравится. Иконкаларыңызды ұнамайды. Так, фотолампа. Бұлардың, именно осылардың, мне кажется, поменяйте тип. Жоқ, немен жасайық, манты сараппен обычный. Манты сараппен жазайық. Типа жылтуқасын сары қылып көрсетіп қойғансыз ба? Бір нәрсе жасап жатыр әйтеуір.
мына аппараттың суретін сұрайық қазір. Сосын фотолампа, мынау қалады, мына біреуіміз заказать WhatsApp, мына жерге мынау текст келмейді. Өйткені WhatsApp дегенімізді көп адам андай қылып оқи алмайды, сондықтан Монтессорида қалдырайық. Заказать деген кнопкамыз 30, міне. Иә, 30 болды. Ортаға текстіміз ортағаны заказать деген. Ладно, осылай тұра берсін. Без уколов или карты доверяйте. Мынау сыртқы рамкасына астына боковойына стрелка шыққан кезде мышканы 2 рет бассаңыз, өзі кетіп қалады. Енді артқы фонмен мына 2 жерді ойластыруымыз керек. Мына 2 жер дұрыс болмай тұр. Мына жерде көрдіңіз бе, бәрі жинақы болып тұр ше. Өте жинақы болып тұр. Осы жерге бізге бір нәрсе жетпейді. Фотолампа, билеті, доставка дейді. Вот мынадай жеңіл элементтермен қандай әдемі миксер аккумулятор тоже мынадай астына деталь қойып қойған ғой, көрдіңіз бе? Өте жақсы. Сақтаймыз. Өзімізге алып келеміз. Міне қандай жақсы болды. Мен 1600 бір нәрсе дедім ғой, сол размер істеп берген ғой маған. Міне. Мен қазір бұны бітсем болады, немесе бұны жаңағы 90 градусқа айналдырсам болады. Минус 90. Міне. Фон дайын. Мына фон дұрыс болды. Міне мына фон дұрыс болды. Бұл фонды артқа жылжытамыз. Аха, енді қараңыздар. Астана Алматы, лампа Жылтухи, награжденных деген әп-әдемі жарасып кетті мына жерге. Тек қана қазір так, біз лампа деген жазамыз. Астана лампа. Так, ортада тұрмыз. Ал, так, мынаны тоже сейчас ойластырамыз. Мынаны қазір ойластырамыз. Так, болды. Енді мынау лампамыздың суретін жасау керек. Так, фотолампа, белый тест, не лампа. Так, мына артындағы сарыларыңызды бүйтіп жаба тұрамын. Мына балалардың суретін до и после дұрыстау керек. Қазір мен былай қоя тұрайын. Так, мына жерді дұрыстағым тұр. Так, қазір мен міне мына жерде менде мынадай стекло бар. Стекло осындай бар. Соны қазір мында пайдаланып көреміз. Міне. Так, берсем. Так, тексттердің бәрі жоғарыға шығады. Так, енді қараңыз мына жер. Так, мынаның размері бізде 40. Біреу 40 болып тұр.
тұрмыз. Монтессори. Енді аралары примерно так, максимум арасы біз вот эта доставка деген, мне кажется, вообще фотолампа бейді доставка деген, мне кажется, вот это бөлек текст емес па? То есть мынау типа фотолампаның аты, иә? Дұрыс па? Доставка. Так, давайте былай тұрсын бұлар. Пока осылай тұра берсін. Так, 258. Так, әзірге қоя тұрамыз. Таза ақ қылатын болсақ, егер мынадай болады. Бірақ мынау жирность па. Бір нәрсе үйлеспей тұр. Не үйлеспей тұр? Не үйлеспей тұр? Так, мына жерге енді иконға қарауына. Так, дизайн, элементы. Даже білесіз ба, не надо было писать. Лампа. Так, міне лампа жылтылған суреттер көп екен. Енді мына жерде біз не ұсына аламыз? Осылай іздеп отырасыз, вообще негізі түк қиындығы жоқ. Просто так, мынаны примерно мынадай жасаймын дейсіз да, примерно іздейсіз, идея шығады. Сосын барып так деп қозғаласыз. Мне кажется, мынадай бір иконкалар достаточно, әрқайсысын әртүрлі іздемей. Осындай қойып көріңіз. Мен қазір сізге сразу қойып берейін деп жатырмын. Там или уколдың суреті, не знаю, сондай бір нәрселер көзге түседі. Почему-то сарын алдым ба? Хотя бізде вообще сары ешқандай элемент жоқ. Ой, мен басқасын күшті екі керек бізге. Сары енді, видите, свет жанып тұрады деген сияқты ғой. Слойдан шығып кетпесін.                                                                                                                  Слойдан шығып кетпесін. Міне.
қарасы даже білесіз ба, 30-ға қойсаңыз да достаточно екен. Болады екен. Так, міне біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу, иә? Енді мынаны копировать етіп алып келесіз. Былайынан. Кішкене қисықтау қылып. Просто эффектпен layer blur бересіз. Кішкене осындай болып тұрады. Или вот здесь. Кішкене на пространствоңыз толу керек. Иә. Так, мына жердегі фоныңыз, мына фоныңыз өте әдемі да. До и послеңізді негізі осы жаққа жібергеніңіз дұрыс болады. Сосын Canva'да қараңыз, қазір лампаның дизайны. Фото деген лампа жылтуха дедіңіз, и фотосы міне қараңыздар. Мына жерде көп лампа жылтуханың фотосы бар. Осы жерден алған дұрыс негізі. ChatGPT-ға да жаздыртып істеуге болады. Осындайларды алған дұрыс. Мына жерде жақсы көрініп тұр. Міне мынадай болып. Осылардың біреуін алу керек. ChatGPT-дің жақсы жері осындайларды ChatGPT-ға айтасыз, маған жасап бер. Осындай жылтуханың несін жасап бер деп. Мына жерде баланың жатқанда суретін қойсаңыз өте әдемі ғой. Егер жоқ, мен аппараттың түрін көрсету керекпін десеңіз, ол кезде қазір міне мынадай суреттерін қоямыз да, ChatGPT-ға осындай сурет жасап бер деп айтамыз. Скачать етеміз. Текущая страница готова. Так. И мына аппаратты қазір мені көшіріп алам. Копировать. И жаңағы екі суретім бар. Осындай аппаратты жасап бердім. Әсел қараңыз. И уже міне қараңызшы, жиналып қалды уже. Разницасын чувствуете, да? Міне. Енді мысалы, мына текстарын егер көрінбей тұр десеңіз, размерін үлкейтіңіз. Мына жерге де бір мысал элемент қосып қоюға болады. Камен қосуға болады, білмеймін. Бағана Canva'да болды ғой, камен бөлек алынып тұрды міне мына жердегі. Бүйтіп кіресіз да, править. Мне волшебный выбор. Волшебный выбор. Именно каменді алсаңыз болады, например, да? Камен. Выбрать дейсіз. Отдельный элемент болып көшіп жатыр осы кезде. И міне артқы фонды мысалы үш саласында камен керек сізге. И аласыз да, скачать етесіз. Текущая бір. Готово скачать. Мына жерге тағы бір мына каменді үлкейтіп қоюға болады деген бар. Міне камен. Так, міне. Енді бұны ChatGPT-дан качествосын жақсартып аласыз. Мен қазір бай қоя салайын деп тұрмын міне. И каменнің үстіне мініп тұр, иә. Қазір нас так, мынаны істей аламын екен. Бұл жерде, короче, адамдардың түрін көшіру, ұқсату дегенге бұлардың ережелер қайшы. Біреудің границасын бұзамыз деп. Сондықтан кейбір осындай нәрселерді жасамай қояды. Мынадай даже екі вариант ұсынып жатыр, міне қараңыз.
мынаның қазір качествосын дұрыстаймыз. До и после сурет сұраймын. Қазір мынадай до и после сурет істеп бер маған деп. Неге? Иә, екеуің Мержан ба? Әйтеуір екеуің даусың екенін түсіндім. Безукол, прикладство. Мына жеріміз отчетушки. Қазір аппаратта ина балалардың суретін қоямыз, сонымен бітті. Мына жерге мысалы басқа иконканы, уколдыкын, например, не знаю, басқа лампаның суретін сөйтіп көрсеңіз болады өзіңіз. Мынауда лампа 3-ға өтпей тұр екен, лампа 3. Міне. Так, скачать, бірақ удали фон, көлеңкесін қалдыр. Ана жер. Алло? Міне фотолампамыз дайын. Как раз міне былай тұр. Жоқ, былай тұра бер. Сені жоғарғы шығару. Мынаның арты вообще прозрачный болғанда жын болатын еді. Так. Сұрап көрейік, может жасай алатын шығар. Так, енді до и после баланың суреті керек. Жылтуға и кеткен кезі дейді. Жаңағы екі біздің ұлғайда. Екеуін копировать дейміз да. Осы жерге қоямыз. Суретін жасап берсеңдік. Так, мынаны көрейік қазір. Мына каменнің качествосында жақсартуды ұмытпайық. Или осы суретті канваға салайық. Загрузка. Мына сурет қой, қайда? Міне сурет. Бұны айналдырамыз. Я и маған мына камера керек. Править. Волшебный выбор.
мен нан таңдадым. Нан емес пе? Качествосы қандай. Ладно, мынаны скачать етейік. Ананы айналдырайын да. Көшіремін. Текущая страница, прозрачный фон. Скачать. Так, мынау біздің тас. Не деген качество, қараңыздаршы. Так, кішірейтеміз. Все болды. Енді до и после сурет істесек қазір. Бізге О, көрдіңіздер ма қыздар? Так, все, енді до и после. До и после сұрайын, істеп беремін екен. Негізі искусственный интеллект көп уақытыңды экономдайды, кәдімгідей уақытыңды экономдайды. Так, мына суретті істей алмаймын дейді. Осылай қоя саламын енді. Сіз өзіңіз осыны әдемілеп жасап алыңыз, иә? Так, вот это тасымызды төмен сурет вниз. Ректаншылдан төменге тоқамасам болды. Мына сәбилердің жаман шеті, қолдары, мына жерлері кесіліп қалғанда, соны дұрыстаңыз. Примерно осылай, бірақ баланың суретін дұрыстап жүрсеңіз, әп-әдемі баннер шықты осындай. Сақтаймыз. Так, разбор осымен аяқталды. Мына суретті дұрыстаймыз.